Ғылым, уақыт, кеңістік бойында бар. Ақылмен түсіндіру мүмкіндігіне ие. Математикалық есептеуге келетін кез келген сұраққа дәйекті жауап іздейді. Ал діндегі тақырыптар нақты болмағандықтан, ғылым діни тақырыптарды зерттемейді. Мысалы, ғылым шайтанды, о дүниені зерттемейді, өйткені ол адамның таным қабілетінің сыртындағы рас өтірігі дәлелденбейтін нәрсе. Ғылым табиғат құбылыстарын себеп, салдар, детерминизм арқылы айқындайды. Дін бәрінің себебін бір құдіретті күшке апарып тірейді. Мысалы, ғылым бойынша найзағай дегеніміз ол теріс зарядталған бұлттардың электрлі реакциясы. Ал ислам діні бойынша ол Құдайдың шайтанды ұратын қамшысы. Дінде дәрептеу мен күдіктену қатар жүреді. Ол сенімді аргументтерді қашанда дәрептейді. 1 + 1 = 2 секілді қарапайым ережелер бұлжымайды. Бірақ онда тағы күдік болады. Ол кез келген аксиом. Теорияларға күмәнімен қарай алады. Өйткені ғылым адамзат ақылы мен қабілетіне негізделген. Ол еркін, ол ашық, ол тірі, жанды. Ғылым фактіге, аргументке, дәлелдеу мен тұжырымдауға негізделеді. Бұларсыз ешбір пікірді дәрептемейді. Дін өз кезегінде тексеріле алмайтын адамның санасына түсініксіз, тек жоғары күштерге белгілі делінген догмаларға негізделеді. Дін бәріне біртұтас жауап бергендей болады. Тас неге жерге түсті десеңіз, олар Құдай түсіріп отыр деп жауап береді. Дін зерттеу немесе тексеруге мүмкіндік бермейді. Ғылымның табиғаты динамикалық, яғни үнемі қозғалыста болып келеді. Қоғам мен табиғатты зерттеуде бірге дамып отырады. Ал енді дін болса консервативті, статистикалық болып табылады. Яғни қоғаммен бірге даму емес, бұрын қалай болса солай қалдыру. Қоғам даму барысында сәйкессіздіктер болса, оны адасқандық деп жариялайды. Ғылым үнемі ізденіс үстінде. Дәлелденген фактілерге де күмәнданып, қайта қарастыра алады. Дінде бұлай жасауға мүлдем тыйым салынған. Ғылым үнемі ізденісте, оқуды талап етеді. Сондықтан да ғылыммен айналысу көпшілік үшін сәл қиындау. Қазіргі ғылыми зерттеулерге біршама қаражат кетеді. Сондықтан жеке адамдар еркін айналыса алмайды. Ал дін кез келген адамға тиімді. Тек сену болса жеткілікті.